Созылмалы панкреатит дегеніміз ұйқы безінің паренхимасының склерозданып, оның экзокринді және эндокринді қызметтерінің бұзылуымен сипатталады. Созылмалы панкреатиттің этиологиясына келетін болсақ, оны біріншілік және екіншілік деп бөліп қарастырамыз. Біріншілік кезінде ұйқы безі дербес түрде зақымданады. Бұларға алкогольдік, одан кейін алиментарлық, яғни алиментарлық тағам арқылы белоктың аз түсуімен, сонымен қатар тағам арқылы майлы және өткір тағамдарды қабылдау, одан кейін тұқым қуалаушылық, дәрілік, идиопатиялық деп бөлінеді. Ал екіншілік кезінде бұл басқа аурулардың әсерінен ұйқы безінің зақымдануы. Бұларға biliарлы аурулар, яғни холелитиаз, яғни өт тас ауруы, созылмалы гепатит, бауыр циррозы, одан кейін дуоденалды патология, яғни 12 елі ішекте және асқазанда созылмалы қабыну аурулары, яғни дуоденит, гастрит айтамыз. Одан кейін гиперпаратироидизм, яғни қалқанша маңы безінде рак, аденоманың болуы, одан кейін муковисцидоз, гемохроматоз, одан кейін крон ауруымен жаралы колитті жатқызамыз, және де иммунды созылмалы панкреатит және инфекциялық ауруларды айтуымызға болады. Патогенезіне келетін болса, жалпы созылмалы панкреатиттің патогенезі бұл аутолиз процесімен байланысты. Аутолиз дегеніміз ол ұйқы безінің өзінің тінін өзін-өзі ыдыратуы болып табылады, яғни ферменттерінің нәтижесінде. Бірақ аутолиздің жүру себебі әртүрлі болуы мүмкін, яғни ол алкогольден болады және көбінесе biliарлы аурулар, соның ішінде холелитиаз, өт тас ауруынан болады. Ең біріншісі алкогольден болатын аутолизге тоқталамыз. Қалыпты жағдайда ұйқы безі сөлінде кальций және бикарбонаттар болады. Бірақ ұйқы безі сөлінде кальций еріген күйде болады. Оны еріген күйде ұстап тұратын, стабилизатор қызметін атқаратын литостатин деп аталатын гликопротеин. Яғни литостатин қалыпты жағдайда ұйқы безі сөлінде кальцийді еріген күйде ұстап тұрады. Бірақ белгілі бір алкогольді қабылдағаннан кейін осы литостатиннің деңгейі төмендеп кетеді де ұйқы безі сөлі қоюланып, және де белоктық тығындар, кальцификаттар, яғни түтікте тастардың пайда болуына алып келеді. Бірақ белоктық тығындардың пайда болуына тек қана литостатин емес, сонымен қатар алкогольдің құрамындағы ацетальдегид қатысады. Яғни ацетальдегид этанолға қарағанда 100 есе улы болып келеді, және ол қанға түскеннен кейін этанолдың улылығын күшейтеді және қан арқылы ұйқы безіне өтеді. Және ұйқы безі тініне өтіп, ұйқы безі түтігінің өткізгіштігін бұзады, тін аралық сұйықтықтан түтікке қарай сұйықтықтың өтуіне кедергі жасайды. Соның нәтижесінде ұйқы безінің түтігінде ақуыздардың деңгейі артып, ақуыздық преципитаттар, яғни белоктық тығындар пайда болады. Осы белоктық тығындар және де литостатиннің жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болған кальцификаттар бір-бірімен қосылып, үлкен түзіліс пайда болады. Бұл түтіктегі қысымды көтеріп, ацинарлы жасушаның біріншілік зақымдануына, без паренхимасының зақымдануына алып келеді. Сол кездер зақымданған жасушалар өздерінен лизосомальды ферменттерді бөледі. Оларға липидтердің асқын тотығу өнімдері және екіншісі ол ұйқы безінің өзінің ферменттері, яғни фосфолипаза, трипсиноген, эластаза, хемотрипсин деп аталатын ферменттері активтеніп кетеді де ол паренхимаға қарай шабуыл жасайды. Соның нәтижесінде ұйқы безінің өзін-өзі қорытуы, яғни ыдыратуы, аутолиз процесі жүзеге асады. Енді келесі механизм бұл холелитиаз деп аталады. Мына суретке қарайтын болсақ, өт жолы, 12 елі ішек, ұйқы безі және ұйқы безі түтігі орналасқан. Холелитиаз кезінде дуодено-панкреатикалық рефлюкс дамиды. Енді бұның механизмі қалай жүреді? Өт жолында ұсақ тастардың пайда болуының нәтижесінде өтте бізде қысым жоғарылап кетеді және бұл ұйқы безінің секрециясын бұзады. Соның нәтижесінде өттің құрамы және 12 елшектегі сұйықтық ұйқы безі түтігіне қарай регургитация жасайды. Бұны дуодено-панкреатикалық рефлюкс деп атаймыз. Және 12 елшектен арнайы фермент, энтерокиназа деп аталатын фермент ұйқы безі түтігіне қарай өтіп, ұйқы безі тініндегі ферменттерді активтейді. Яғни ол трипсиногенді активтеп, оны трипсинге айналдырады және басқа да ферменттердің активтенуі жүреді. Соның нәтижесінде ұйқы безі түтігінің қабырғасының өткізгіштігі бұзылады да, осы активтенген ферменттер паренхимаға қарай өтіп, онда аутолизді туындатады. Сонымен қатар аутолиздің дамуына протеазаның тіндік ингибиторының тапшылығы себеп болады. Протеаза деп отырғанымыз бұл ұйқы безінің ферменттері, яғни фосфолипаза, трипсиноген, эластаза, хемотрипсин. Осылардың тіндік ингибиторлары, яғни альфа-антитрипсиннің, альфа-2 макроглобулиннің тапшылығының нәтижесінде ұйқы безінің ферменттерінің активтенуі жалғаса береді. Және де бұл ұйқы безінде диффузды немесе ошақты некрозын дамуына алып келеді. Және активтенген ұйқы безінің ферменттері қан мен лимфаға өтіп,
басқа органдарға таралады. Яғни бүйректе, өкпеде, майлы талшықтарда токсемияны және деструктивті өзгерістерді туындатады. Келесі факторларға SPINK1 және R122H жатады. SPINK1 дегеніміз трипсиноген ингибиторының генетикалық тапшылығы. Яғни трипсиноген ингибиторы қалыпты жағдайда трипсиногеннің активтеніп кетуін болдырмайды. Бірақ та бұл ингибитордың генетикалық тапшылығы кезінде трипсиноген активтеніп кетеді де аутолиздің дамуына алып келеді. Келесі ол R122H, бұл катиондық трипсиногеннің гендік мутациясының нәтижесінде пайда болады. Сонымен қатар ұйқы безі секрециясын көбейтетін ұйқы безі секрециясының стимуляторлары бар. Оларға кезбе нерв, холецистокинин, секретин жатады. Секретин бұл ұйқы безі сөлінде суды және бикарбонаттарды көбейтеді. Холецистокинин бұл ұйқы безі сөлінде ферменттерді көбейтуге қатысады. Бұлардың көбеюі ішекке тағамдық ақуыздарды, тағамдық майларды және ас қорыту өнімдерін қабылдаған кезде артады. Егер ішекке тағамдық ақуыздар, майлар және алкогольдің өнімдері шектен түсетін болса, бұл үш жүйенің, яғни кезбе нервтің, холецистокининнің, секретиннің артуына алып келеді. Соның нәтижесінде ұйқы безі секрециясы да артады, яғни гиперсекрецияны тудырады. Ал керісінше дуоденалды патология кезінде, яғни дуоденит, гастрит, Крон ауруы, жаралы колит кезінде керісінше гипоферментті панкреатит дамиды. Яғни бұл кезде ішек қабырғасында секретин мен холецистокининнің деңгейі төмендеп кетеді де ферменттер көп бөлінбейді, сонымен қатар су мен бейкарбонаттардың деңгейі төмендеп кетеді. Соның нәтижесінде гипоферментті панкреатит дамиды. Және де қарт адамдарда, яғни егде жастағы адамдарда атеросклероз, артериялық гипертензияның болуына байланысты, қан айналымының бұзылысына байланысты ұйқы безінде ишемия дамиды. Бұл ұйқы безінің атрофиясына, кейіннен оның фиброзының дамуына алып келеді.